Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және менің арнамның қонақтары. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін өте бір әдемі салат жасайын деп жатырмын. Менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Мен өзімнің өмірлік тәжірибемменен, дайындау әдісімменен, өзімнің ас үйімнің құпияларымен, өзімнің идеяларымен үнемі бөлісіп отырамын. Сондықтан да менің арнамнан алыстамаңыздар. Егер арнаға тіркелмесеңіз, арнаға тіркеліп алсаңыздар деген өтінішім бар. Ең бірінші мен осындай өзімнің бір арнайы осы салат жасауға ыңғайлы деп алған осындай бір ыдысым бар. Енді соны пайдалану үшін оған ішіне мен пищевая пленка төсеп қойдым. Алдыменен сырымызды осы үкіштің уақ көзінен өткізіп алатын боламыз. Мен енді осы алған тағамдарымды мен енді оны өлшеген жоқпын. Бәрін көз мөлшерменен жасаймын. Енді 100 граммдай болатын шығар менің алған сырым. Соны уақ өткіштен өткізіп алдым да, жаңағы әзірлеп қойған ыдысымның ең бірінші қабатын осы сырды әдемілеп жайып төсеп алуым керек. Менің салатымның бірінші қабаты осы сырдан тұрады. Сондықтан да осыны тегістеп тұрып, мейлінше әдемілеп біркелкі етіп төсеп алуым керек. Және оның бетіне біраз қандай майонез төсеп, сырдың қозғалмауы үшін тағы да үстінен басып ыңғайлап қоюым керек. Енді екінші қабаты менде 2-ақ жұмыртқа алдым. Сол 2 жұмыртқаны оны үкіштің үлкен көзінен өткізіп жатырмын. Құрметті менің оқырмандарым, менің арнамда осындай әдемі, заманауи, маусымдық салаттардың түрі, сондай-ақ ыстық тағамдардың дайындалу әдісі, сонымен қатар ұлттық тағамдар, әртүрлі нандар, тоқаштар менің арнамда бар жасалу жолдары. Бұл өзімнің өмірлік тәжірибеммен алынған, өзімнің сондай тексерілген рецептерім деп айтуға да болады. Сіздер қарап, өздеріңізге қажетті деген жерлерін алуларыңызға болады. Міне біз жұмыртқамызды да үкіштен өткізіп алдық. Енді оны да тегістеп, жақсылап тұрып жайып алуымыз керек. Және оның үстіне тағы да мен майонез жағатын боламын. Үйде бар көкөністермен, тағамдармен де әдемі дүние шығаруға болады. Ұялмай қонақтыққа да, өзіңіздің дастарханыңызға да қоюға болатындай дүниелер жасап шығарам. Ондай рецепттер менің арнамда өте көп. Міне енді мен осындай картопымды және сәбізімді бәрін тұзды суға пісіріп алдым. Енді оларды да үкіштің үлкен көзінен өткізіп, қабат-қабат қылып салып жатырмын. Бәрінде біркелкі етіп, тегістеп, осылай қылып салып аламыз. Әрбір қабат сайын майонезбенен үстінен басып, тағы да тегістеп алатын боламыз. Енді майонезбен жасалатын салаттарда, егер майонезіңізді аямай, жақсылап, мол қылып салсаңыз, әрине салатыңыз өте дәмді болады. Ал дәмді салат ол келесі күнге әрбір жерде, әрбір ыдыста тұрып қалмайды. Енді мен 2 дозалған қияр алдым. Сол қиярды үкіштің үлкен көзінен өткізіп жіберетін боламын. Міне қиярымызды да осылай
әдемілеп тағы да тегістеп аламыз. Міне қиярымызды салып болдық. Енді мен осындай дүкеннен бір тауықтың шағын ғана борбайын алған болатынмын. Ысталған. Енді осында уақтап турап бетіне салатын боламыз. Міне тауық еті де туралып болды. Енді мен ірілеу жерлері болса деп тағы да пышақтың көмегімен осылай уақтап жіберіп жатырмын. Енді жаңағы салатымыздың бетіне осы тауығымызды саламыз. Оны да тегістейміз. Бетіне біраз ғана майонезімізді де саламыз. Енді бізде бетіне картошкамыз қалды. Мен бір 3 шағын ғана картошка алдым. Картошкасы өте көп болып кетіп жатса да, онда дәмсіз болып қалады. Сондықтан шағын ғана 3 картоп алдым. Оны да жақсылап тұрып тегістейміз. Және кішкене майонезді картошка кішкене көбірек құйғанымыз дұрыс болады. Міне бұл саты да бітті. Енді мен арасында әдемі бір болып жүрсін деп бір помидор турап жібердім. Оны турамай-ақ қойсақ та болады. Өзінің әдемі бір дәмін, ерекше бір реңін білдірсін деп осы бір қызанақ турап жіберіп жатырмын. Бұл біздің салатымыздың ең соңғы құрамы болып табылады. Енді бұл салатымыздың бетінде жақсылап тұрып жауып пленкамен мен енді 1-2 сағатқа холодильникке қойып қоямын. Кішкене майонездер сіңу керек. Содан кейін барып бетіне оформление жасайтын боламыз. Оған дейін мен басқа шаруаларымды жасаймын. Міне біраз уақыт өтті. Енді мен осындай бір әдемі ыдысыма төңкеріп алып жатырмын жаңағы ыдысымды. Міне осындай салат шығады. Айналасында қозғалып кеткен жерлерін бәрін қолымызбен жақсылап тұрып тегістеп аламыз. Енді мен бетін әсемдеу үшін біраз қандай ыдыстың түбінде қалған икра бар. Сол бір икранды әдемілеп пайдаға асырып жіберейін деп жатырмын. Және петрушканың жапырақтарымен де айналасына салып әсемдеп жатырмын. Менде осындай бір әдемі торт салат шықты. Қымбатты менің оқырмандарым, егер менің бұл дайындау әдісім ұнайтын болса, лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді пікір бөліміне қалдырыңыздар. Мен күнбе-күн жаңа рецепттермен бөлісіп тұрамын. Бүгінше мен бейне жазбамды аяқтаймын. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Хош, сау болыңыздар.